Сәлем бердім баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кождары өте жұмсақ әрі биік болып шығатын балды торттың рецептісімен бөліспекшімін. Өте керемет болып шығады, ауызға салса ерейтін жұмсақ кождардың бірі. Міндетті түрде менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі ыдысымызға балды құямыз. Кез келген бал жарай береді. Содан соң оның үстінен қантты саламыз. Қантты жұмыртқамен бірге миксерлеуге де болады, осында салып ерітсеңіздер де болады өз қалауларыңыз бойынша. Және де үстінен сармайымызды салып, баяу отта сармай мен қант ерігенше үздіксіз осындай лопатканың көмегімен араластырыңыздар, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Сармай мен қанты толық еріген соң үстінен 1 шай қасық ас содасын салатын боламыз. Міне бізде барлығы еріді. Енді ас содасын салып, үздіксіз араластырып тұрыңыздар. Бізде масса ағарып, үлкейе бастайды, көпіршіп. Үздіксіз араластырған кезде өзі қоңыр түске енеді. Дәл сол қоңыр түске енгенше үздіксіз араластырып тұрыңыздар. Егер көп отта ұстайтын болсаңыздар, сіздердің массаларыңыз қою болып, сағыз сияқты болып қалуы мүмкін. Осылай көпіршіп, кішкене қою қоңыр түске енгеннен кейін міндетті түрде газдың астын өшіріңіздер. Бізде осындай қоңыр әдемі масса болады. Қаншалықты массаларыңыз қоңыр болса, торттарыңыздың түсі де әдемі болып шығады. Енді бөлек ыдысымызға жұмыртқаға шым-шым тұз салып, кішкене ағарғанша миксерлейміз. Егер қантты отқа қойғыңыз келмесе, осында жұмыртқаға салып, ағарғанша миксерлеп алсаңыз болады. Отта тек қана сармай мен балды ертіп алсаңыздар болады әрине. Осылай аппақ болып көтерілгеннен кейін, жаңағы массамыз енді әлі де ыстық қой, сол себепті аздан құя отырып, бір қолыңызбен миксерлеп, екіншісімен дәл осылай үздіксіз араластырып тұрыңыздар, өйткені біздің жұмыртқалы массамыз пісіп кетуі мүмкін. Сол себепті құя отырып миксерлегендеріңіз дұрыс болады. Бізде осындай масса пайда болады. Енді ұнымызды алдын ала өлшеп алыңыздар, және де осындай ситодан өткізіп, ұнды бірден салып жібермейміз, өйткені біздің көтеріп алған массамыз түсіп кетуі мүмкін. Сол себепті 3-4 бөлікке бөліп салып миксерлесеңіздер болады. Мен 4 бөлікке бөлдім. Егер сіздер ұнды бірден салып жіберетін болсаңыздар, жаңағы жұмыртқалы массамыз көтеріліп тұрған масса түсіп кетеді да, сіздердің кождарыңыз биік болып көтерілмейтін болады. Міне барлық ұнымызды дәл осылай салып, бір келкі болғанша ұнның түйіршігі қалмайтындай жақсылап миксерлеп алыңыздар. Бізде осындай сұйық масса болады, және де қолдарыңызбен қамырды жаюды қажет етпейтін кождардың бірі болады. Енді арнайы осындай формамызды аламыз да, пергамент бумагасын үстінен қойып, форма жасап аламыз. Сонда бізге массаны құйғанда қиындық тудырмайтын болады. Осылай пергамент жоғары көтерсеңіздер, кәдімгідей дөңгелек форма пайда болады. Енді дәл осы дөңгелектің ішіне 1,5 шөміштен құйып шығатын боламыз. Осында үлкен шөмішпен 1,5 етіп, бізде дәл осындай формадан 6 дана кож шығатын болады. Құйып болған соң міндетті түрде осындай тегіс-тегішпен тегіс етіп шығыңыздар, өйткені крем жаққан кезде торттарыңыз әдемі болып шықпай қалады. Сол себепті барынша шеті жұқа, ортасы қалың болып қалмау үшін шеттерінің орталарын толығымен бір тегіс әдемі етіп жақып шықсаңыздар, кождарыңызда тегіс әдемі болып шығады. Енді осыны пергаментный бумагамызды бірден противенге орналастырамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 4-5 минуттан қыздырып пісіріп алыңыздар. Өте жылдам піседі, жұқа болғандықтан піскен-піспегенін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп алсаңыздар болады. Ағаш таяқшамыз құрғақ болып шықты. Енді барлық кождарымыз пісіріп алдық. Кождарды қарасаңыздар өте жұмсақ болып шыққан. Бұл тортқа кез келген кремді қолдансаңыздар болады әрине қалауыңызша. Бір тегіс болу үшін осы дөңгелек форманың үстіне қойып, жан-жағын кесіп алдым, және де артық кождарды осылай алып тастайсыздар. Мен кремін жасауға кірістім. Заварной крем қолдансаңыздар да болады. Барлығы өз қалауыңыз бойынша. Мен сливкиді жақсылап кішкене көтерілгенше миксерлеп алдым. Үстінен қант ұнтағын салып, тағда жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің сливкиіміз кішкене қоюланады. Қоюланғанға дейін тағда жақсылап миксерлеп жібересіздер. Кремді жасаған кезде сіздің ыдысыңыз және де
Миксердің венчигі құп-құрғақ болу керек, сонда сіздің сливкиіңіз жақсы көтерілетін болады. Кішкене көтерілді, енді үстінен 20% қаймағымызды салып, миксерлемейміз, енді тек қана лопатканың көмегімен араластырамыз. Өйткені біздің тағы да көтеріліп алған креміміз түсіп қалуы мүмкін. Сол себепті тек қана лопатканың көмегімен біркелкі болғанша араластырасыздар. Қаймақ міндетті түрде 20%-дан жоғары болу керек. Міне біздің осымен өте оңай креміміз дайын болды. Енді тортты жинайтын боламыз. Біздің тортты жинаған кезде коржымыз ыстық болмау керек. Коржды міндетті түрде алдын ала салқын етіп суытып алғандарыңыз дұрыс болады. Менде осындай әдемі қоңыр корждар пайда болды. Енді торттарымызды жинаймыз кезек-кезек 3-4 ас қасықтан сала отырып, бір тегіс етіп жағып, тортты жинаймыз. Мен тортты жан-жағын салып әсемдеген жоқпын, өйткені өз отбасыма жасағандықтан дәл осылай ашық қалдырғанды жөн санадым. Тек қана бетіне осылай сәндеп қойып қоя салдым. Осымен біздің өте жұмсақ әрі биік болып шығатын балды тортымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін, өйткені корждары өте жұмсақ болып шығады. Достар, егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге қолжетімді әрі өте оңай жасалынатын рецепттермен сіздерге бөлісіп қуантатын боламын. Каналға да тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.